Өз басымды осы бір бағыттар тәрбиелеген кезде ұзақ ойландым. Ұзақ түгін енді намаз оқыған кезде үнемі 2 рәкат нәпіл намаздарды оқып, өзімнің мінезімді дұрыстауды, яғни рухымды жаңғыртуды, күшімді басқа қырымнан тануға, енді адамзат баласына ызаланбай, кектенбей, өзімді жақсы бағытта тәрбиелеуде ұстанымды алдым. Әрине оңай болған жоқ, бұл ішкі хәл. Енді өзіңізді іздеп, осы тарапта өзіңізді сол бір жақсы қырыңыздан танығыңыз келіп жүрсе, жақсы қасиеттеріңіз, қабілеттеріңіз дамытқыңыз келсе, ішкі хәлге үңіліп сұрақ қойыңыз. Осы арқылы біз енді көбіне көп ыза, кекке берілеміз, ашуланамыз. Сол кезде бізде тәкаппарлық пайда болады. Біз келінімізге немесе күйеу балдарымызға, немесе басқа бір адамдарға мінезімді көрсетеміз. Негізі ол мінезді біз жақсы жағымыздан көрсете алатын қабілет